Бүгін сіздермен бірге осындай қайнатпалы крем дайындайтын боламыз. Өте нәзік және дәмді болып шығады. Ең қарапайым ингредиенттерден. Бізге 500 мл сүт, 2 жұмыртқа, 200 грамм қант және 3 қасық ұн керек болады. Ең алдымен сүтті кастрюльге салып, ыстық температураға жеткіземіз. Оған дейін 2 жұмыртқаға қант қосамыз, араластырамыз. Миксер мүлдем міндетті емес, сіз жай венчикпен араластырсаңыз болады. Одан кейін 3 ас қасық ұн қосамыз және тағы да жақсылап араластырамыз. Сүтіміз ысығаннан кейін 3 ас қасықтай сүтті массаға қосамыз. Одан кейін тағы араластырамыз. Оған дейін кастрюлемізді тағы аз отқа қойып қоямыз. Және жаңғы дайын болған массаны құямыз. Міндетті түрде аз отта болу керек және үнемі араластырып тұру керек. Әйтпесе креміміз түбіне жабысып қалуы мүмкін. Өстіп, креміміз қоюланғанша дайындаймыз. Міне креміміз дайын болды, қоюланды. Енді басқа ыдысқа салып, міндетті түрде бетін жауып қоямыз. Тоңазытқышқа салсаңыз болады, немесе жай үстелдің үстінде қойып қоямыз, жылы температураға дейін. Креміміз суығаннан кейін жылы майға қант ұнтағын қосып миксерлейміз және 1 ас қасық кремінен салып отырамыз. Негізі сіз бұл кремді миксерлемей-ақ дайын крем болады, бірақ өстіп миксерлесек, осындай пышный крем болып шығады. Кез келген тортқа келеді.